Ей, адамды дерексіздік тоздырады екен ғой, деп ойлады қазір. Сонда мұхаңнан тырс еткен хабар болмай, қаншама сарғайды. Қасындағы келіншекті бір жерге емге алып кетіп еді, палатада Марғуат жалғыз қапты. Бүгін дәрігер де бас сұқпады. Түскенде қанша күннің шамасы болғанын болжады. Әлі қанша ұстар екен. Жалғыздықтан да жалықты. Дағдарып қалған көңілінде қайтадан өткен күндердің елесі қылаңдады. Марғуа жанын қоярға жер таппай, жүйкесі жүндей түтіліп, күн өткен сайын өзінен өзі жүдеп бара жатты. Сондай титықтаған шақтарының бірінде Сібірден мұхаңның зарықтырған хабарын арқалап, қарлығаш хат алып келді. О, Құдай, бергеніңе шүкір. Азаматымның алтын басы аман жүр екен ғой деп тәубе етті. Күйеуінің хаты сөнуге айналған қоламтадай бұның шала жансар өлеусіреген күйіне тамызғандай. Қаулаған тіршілік өті маздап қоя берді. Бұның ашынғанда ашумен айтқан бір ауыз сөзіне реніш табы байқалмайды. Қайта бұны бір емес, екі емес, оттан алып суға салсаң, судан алып отқа қақтағандай шарасыздығына күйінгендей сарын бар. Бәріне ғафу өтінген райдағы жан сары мөлдіреген. Жып-жылы хат. Бұл көз жазы моншақтап хатты сүйе берді. Оқиды да бетіне басып сүйеді. Оқиды да бетіне басып сүйеді. Сан мәрте оқыды. Оқыған сайын көп уайым қашап, қаяу тартқан көңілі қанаттанып, жүзі ашылып, күмән күдіктің бәрін сілкіп тастағандай, демде жинап шыға келді. Байқаса мұхаңды бұрынғы болған жерінен де алыстау апарған екен. Тайга дегеннің қияндағы бір түкпіріне келген деймін. Сірә, бұдан әрі ел жоқ қой деймін. Жердің шеті осы шығар депті хатында. Запыс болған жадау жанына жылт еткен үміт отын тұтатып, қуаныш ұялатқан тұсы да осы. Лагерде емес, ел ішіндемін деп жазыпты. Кеңсенің қағаз жұмысында көрінеді. Ол жастайынан орысша жазусызға келгенде мәттахам лыпылдап, қолы-қолына жұқпаушы еді. Сол әділді пайдаға асқандау. Үй жалдап тұрып жатырмын депті. Бұл күйеуін, балалар әкесін енді қайтып көреміз бе, көрмейміз бе деп көкіректері қарс айылып жүргендерінде мына хаты ағыл-тегіл ақжолтай қуанышқа қарқ қылды. Алдыңғы жолдағыдай қамауда, лагерде емес, бір тәуір әйтеуір бейбіт елдің ішінде, қарауылдың дөң айбатынсыз жүріп тұрып жатқанын қуантты. Қайран, еркіндікке не жетсін. Бұдан артық Тәңірінің жарылқауы болар ма? Бұған да тәуба. Тек шалғайда деген болмаса. Шалғайда жүрген қайтер дейсің, қайда жүрсе де аман жүрсін деп қойды. Марғуа үстінен ауыр жүк түскендей жеңілдеп сала берді. Бойы сергіді, еңсесін ezген мұң кейіп серпілді. Күйеуінің хаты көкейіндегі көп нәрсеге қозғау салды. Әуелгіде есіне келгені ол жақта да ел тұрады екен ғой деген болжам болды. Үй жалдап алдым депті. Ел тұрмаса ол үйді қайдан жалдап жүр? Әлденеге көңіл шіркін елегізе бастады. Ойланып жүз толғанды. Тұрмысқа икем жоқ еді. Ол қайтып ас ішіп күн көріп жүр екен. Маған осы неге мұхаңның қасына барып, асын пісіріп, кірін жуып жүрмеске? Бастапқыда өз ойынан өзі шошып қалды. Несі бар? Неде болса мұхаңның артынан барсам қайтеді деген жасқаншақ ой ұлғая беймаза тілекке айналғандай. Жатса да тұрса да ойынан кетпеді. Тек күйеу қарсы болып жүрмесе. Тәуекел деп отыра қалып мұхаңға хат жазды. Барсам қайтеді деген ойының шет жағасын жұқалап жеткізді. Хатын жіберетін жерге өз қолымен апарып тапсырды. Хат жолдаудың бәрінің тәртібін өзгерген. Бұрынғыдай екен. Айына бір хат жазуға ғана рұқсат. Оның да аузын желіндемей, ашық күйінде өткізетін көрінеді.
мұханнан жауап келгенше Марғуа тағы мазасыз күйге түсті. Ара-арасында тәтті қиялға беріледі. Күйеуімен қауышуға, жаңа қонысқа, жайсаң ләззатқа ынтыққан аңсары алып ұшады. Алыстан шұғылалы шуақ шашып үміт оты қылаңдайды. Мұханға қазір-ақ жетердей, міне жетердей Марғуаның қиялы қанша шарықтаса да Сібір дегенді елестете алмай қор болды. бір жағы күйеуінің үстігінен тосылды. Төзімнің шегін үзгендей болып Мұханның келесі хаты қолына тиеді. Күйеуі мұның барсам қайтеді дегеніне риза болып қалған сыңайлы. Бірақ қауіп кетердің көптігін айтып, әйел адамға жалғыз жол жүрудің қиындығын алға тартыпты. Асықпай ойлан. Бәлкім көктемге қарай, не жаз шыққан соң келемін десең бір жөн дегендей ыңғай танытыпты. Әйтеуір келме демепті. Барамын деп оқталған соң қысы не жазы не, бәрібір емес пе? Көктемге дейін қалай шыдасын? Нар тәуекелге бел буған түрі бар. Әуелі енесіне ақыл салды. Алды-артын бағып сөйлейтін үлкен кісі ғой. Мен не дейін? Сенің біздің босағаға түскеннен бері күйеуіңмен бірге тұрғанынан бөлек тұрғаның көп қой. Жалғыздық сені қашытып тастады-ау. Білемін. Сөнуге айналып барасың. Мұхан да қайбір жетісіп жүр дейсің. Қасында болайын дегеніне кім қарсы тұрар? Тек үкіметің қалай қарар екен? Бұны Марғуа ойламаған екен. Тұйыққа тірелгендей, қасында болғызбаса қайтып келермін деп түйіп қойды. Қайныңмен ақылдас, не айтар екен? Көз ашық қой. Бірдеңенің жөнін білсе сол білер. Алдынан өт. Сен кетсең осы үйдің ауыртпалығы соған түспей кімге түседі? Соған салмақ сал, деп көзін бір жылап алды. Қайнысына бар, мен ағаңа барып келейін деп едім, жай жапсарын айта бастап еді, қайнысы бастапқыда сасып қалды. Сасқаны соншалық аузына жөнді сөз түспей, тұтығып, жеңге, қалжыңдасың, байқап қалжыңдасы деді. Қалжың емес, шыным. Марғуаның қандай іске оқталғанын түсінгенін барып, сары уайымы соғып қоя берді. Қалай жетемін деп отырсың? Алдың қыс екенін ойладың ба өзің? Қалай жол тауып жүрмекшісің? Немене, орманның қиян түкпірінде тақтайдай жол сайрап жатыр дейсің бе? Әлде қаладағыдай ағылып көлік жүр дейсің бе? Адасып үсіп өлсең ит құсқа жем боласың. Балаларыңа не бетімізді айтамыз? Балалар келісіп отыр ғой, әжелерінің қасында қалады. Олар не білет дейсің? Балалардың сөзін сөз деп, райыңнан қайт жеңге. Мен сені жалғыз жібере алмаймын. Жазға дейін шыда, жазда өзім апарамын деді. Алладан бұйрық келмей адам өлмейді. Ал өле қалсам, ағаңның жолына жаным пида. Алла өзі жар болсын. Марғуа бір ауырдың сөзін ұғатындай қалде емес еді. Бүкіл ниеті жол жүруге ауып кеткен ол, барша ой санасымен тым-тым алыста жүргелі қасшы. Екеуі мәмілеге келе алмай ұзақта келесті. Мұның сөзімді қоша алмайтын жөні бар. Несіне ақылдасқан болып отырсың деп ренжіді қайнысы. Оныкі де жөн еді. Енеммен балаларға көз қырыңды салып жүр. Өзіңе сеніп қалдырып барам. Менің енді сенен басқа арқа сүйер кім бар деді Марғуа босап. Мұның бетінен қайтпайтынына көзі жеткен соң, қайнысы амалсыз жұмсарып, жол қамын ойластырды. Марғуа Мұхан келгенде әперген өңі түзу бір керияр деген көйлек кеншегін түгел сатты. Күйеуінен бір қабат жылы киім кешек алды. Қайнысы соғымға деп борлап жүрген ортан қолдай семіз қойын базарға шығарып, қасап қылып сатып жіберді. Әжептәуір пұл болды. Түгелмен қалтасына салып берді. Пойызға билет әперіп, өзі шығарып салды. Пойызға отырған соң ғана көңілі орныққандай, Мұханға бара жатқаным шын ба, өтірік пе деп, өзі әлі сенбейтіндей. Көңілінде қуаныш, жүзінде нұр. Күйеуінің саяси, сенімсіз бақыр болып,
бас еркінен айырылып айдалғанын қаперінде жоқ. Итжеккенге өз еркімен бара жатқанына сонша қуанғанын-ай. Алдында қандай жол күтіп тұрғанын ойламасқа бекінген ойлауға зауқы да соқпайды. Не де болса маңдайға жазғанын көреді. Тәңіріне жалбарынумен келеді. Алласы өзі жолын оңғарсын. Тәуекел түбі желқайық, өтесің де кетесің демеуші ме еді? Ендеше тәуекел. Әмсе Алла тағала еңсесін биік ұстап, жігермен алға ұмтылғандарды жақсы көреді, деп әжесінің айтып отыратын есіне түсті. Алла тағала дұрыс жолға қойған адамды ешкім адастыра алмайды деуші еді. Тура жолға бастай көр, деп жаратқан.